Кешегі зейнет жасын төмендету туралы салған видеомның астына пікір жазған аналарымыздың 80%-ның денсаулығы жоқ. Олар жұмыс жасап жүрген жоқ, олар күндіз-түні бала шағам деп үй мен жұмыстың арасын, денсаулығын тоздырып, өлім мен өмірдің арасында жүргендер. Парламентте жылы креслода отырған көкелер, мүмкін сіздің әйеліңіз, әпке қарындастарыңыз, кейбірлеріңіздің аналарыңыз зейнетақыға мұқтаж емес шығар. Олар шетелде өз жағдайларының күтімін қымбат жағдайда жасап жүрген шығар. Бірақ сіз қазір қандай да заң шығарсаңыздар, оны қолдап қол қойсаңыздар, ертең келешекте өзіңіздің, сіздің ұрпақтарыңыздың алдына шығатынын ұмытпаңыздар. Қазір отбасылық құндылықтарды белшесінен басып, отбасын ойрандап, өтірік жылап, еркектердің өмірін тозаққа айналдырып жүргендердің дауысын жақсы естіп отырсыздар. Ал шын шаршаған, шын өмірден қажыған аналардың дауысын естігелеріңіз келмейді. Аналарымыз жұмыс орнында отыр, көз жұмғанда ғана қимылдайтын болмасаңыздар, онда аналарымыздың зейнет жасын 53 жасқа түсіру заңын қарастырсаңыздар екен. Бұл сіздердің міндеттеріңіз. Мұны әрбір жоғарыға жанайқайын жеткізе алмай жүрген момын аналарымыздың жанайқайы мұң зары деп біліңіздер. Ал экономикамыздың дамығанын қаласаңыздар, онда ұрмай соқпай бәле іздеп ажырасқысы келетін әйелдерге қомақты айыппұл төлеу заңын қарастырыңыздар.